Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі біз талқылайтын тақырып адам жүрегінің жұмысы туралы болмақ. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Адам ағзасындағы ең көп жұмыс атқаратын мүше жүрек. Жүрек қуысты, конус тәрізді бұлшық етті мүше. Оның салмағы 250-350 граммды құрайды. Ал жаңа туған нәрестеде ол бар болғаны 22 грамм. Бұл жалпы дене салмағының шамамен 0,8%-ын құрайды. Ересек адамда минутына 60-85 рет жүрек соғысы қалыпты деп саналады. Ал жаңа туған нәрестеде бұл көрсеткіш 150 соққыға жетуі мүмкін. Жүрек күніне 100 мың рет соғып, 24 сағат үздіксіз жұмысын тоқтатпайды. Біз ұйықтаған кезде, тамақ ішкенде, демалғанда, жұмыс істеген кезде, қуанғанда, тіпті жылағанда, уайымдағанда да жүрек соғысын тоқтатпайды. Түшкіру кезінде адам жүрегінің соғуы тоқтап тұрады. Ал жүректің күнделікті беретін қуатына автокөлікпен 32 км жол жүруге болады. Адамның жүрегі дененің дәл сол жағында емес, шын мәнінде ол кеуденің ортасына қарай орналасады. Жүрек 75 триллион жасушаны қанымен қамтамасыз етеді. Қан тек қана көзге жеткізілмейді. Қанның 5% жүрекке, 15-20% миға, ал 22% бүйрекке беріледі. Артық салмақты адамдарда жүрек жұмысы нашарлайды, өйткені олар ішкі ағзаларды жабатын май тінінің қабаттары арқылы қан айдауға мәжбүр. Дәл осыған байланысты оттегінің жетіспеушілігінен ентігу пайда болады. 1967 жылы 3 желтоқсанда Христиан Барнард есімді хирург алғашқы болып донорлық жүректі Луи Вашанның денесіне салды. Ол бұл жүрекпен 18 күн өмір сүрді. Жүрек ісігі бұл өте сирек кездесетін ауру. 80% жағдайда жиі кездесетін жүрек ауруларының алдын алуға болады. Бұған дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, жаман әдеттерден бас тарту және де профилактикалық тексерулер көмектеседі. Әлемдегі ең үлкен жүрек көк китте, оның салмағы 680 килограммды құрайды. Жүрек соғу жиілігі біздің сезімдерімізге, эмоцияларымызға, тіпті интуициямызға әсер етеді. Басқа адамға ауырсыну мен эмпатиядан бастап, сіздің адамыңыз сізді алдауы мүмкін деген күдікке дейін. Жүректің өзіне тән электрлік импульстары бар. Адамның жүрегі оттегінің жеткілікті мөлшермен қамтамасыз етілсе, адам денесінен тыс жерде де жұмысын жалғастыра алады. Адам жүрегі бұлшықет болғанмен, біз оның жұмысын басқа бұлшықеттердің жұмысына қарағанда саналы түрде басқара алмаймыз. Саналы күшпен жүректің соғуын тездету немесе баяулату мүмкін емес. Адамзат тарихында барлық соғыстардан көрі жүрек ауруынан көп адам қайтыс болған көрінеді. Ал жүректің жұмысын жақсартудың ең керемет жолы күлкі. Күлуден келетін нәтиже сияқты қуаныш та жүрекке саулығы келеді. Күлкі біздің тамырымыздағы қанның айналымын 20%-ға арттыра алады, себебі қан тамырларының қабырғалары босаңсиды. Ендеше күлімдеңіз, қуаныңыз, өміріңізді ұзартыңыз. Видеоны лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.